Құрметті ораза ұстайтын көрермен, сіздер мен сіздердің кешкі 6-ға дейін аузын бекітіп, 6-дан соң аузын арақпен ашпайтын таныс туыстарыңызға арналған 77 күн ақпарат сараптамасы ауқытық бағдарламасын сүйсіне көріп отырсыздар. Светтеріңіз болса. Hello baby, hello baby, hello baby. Бізді жас күнімізде, мынау КГБ-да оқып жүрген кезімізде Том Джонс, Битлздер тыңдайтынбыз. Керемет әншілер болады. Сіз солар тыңдадыңыз ба? Біз бастаңыз. Қызық екен. Сәлематсыздар ма, қадірлі көрермен. Бүгінгі студияның қонағымен сіздер таныстырып өтейін. Бұл кісі Қазақстан мұсылмандары бас басқармасының бас бастығы, кеңестік КГБ-ның мектебінен өтпеген адал да пәк діндарымыз полковник Райкомбек қажы. Райкомбек қажы, аты Райкомбек, шені қажы, шекпені дін басы. Өзінің айтуына қарағанда, өтірік айтпайды, ішімдік ішпейді, былапыт лас сөздерді түк пайдаланбайды. Өзіне және Құдайға сенеді, мұрты бар. Райкомбек қажы, осы мұсылмандар, нағыз мұсылман ораза кезінде өзін қалай ұстау керек? өте орынды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Мынау мұсылман баласы ораза кезінде ауыз жабу керек. Дәрет алу керек. Сонан соң мынау ішімдік ішпеу керек. Мен жазылайыншы осының бәрін. Жазылайын. Бұны мен подружкама жылайын. Сонан соң мешітке 77 теңге, немесе 777 теңге беру керек. Ал егер 7777 теңге берем десе, әбден сауап болады. Ал егер доллар түрінде берсеші? Енді мынау $100 төмен болса, ол дұрыс емес әрине. Бірақ Құдайдың мынау құлдары, Құдайдың мына сүйген құлдары $50 берсе де қабылдай береміз. Бұны тек жаңағы ақ ниет, ақ пейілмен беру керек. Ал енді ауыз бекіткендер жайлы да айтып кетсеңіз. Бұл енді таңғы сағат 6-дан кешкі сағат 6-ға дейін ауыз жабық болу керек. Сол екі аралықта тамақ ішпеу керек, балапат сөз айтпау керек, және махаббат туралы тіпті ойламау керек. Қалай? Ал енді пара алатындаршы? Міне, өте орынды сұрақ. Міне енді қазіргі заманда пара алмау өте қиын. Сондықтан біз осыны ескере отырып, осындағы бастықтар мен уәзірлерге біраз жеңілдіктер жасап отырмыз. Бірақ олар жаңағы алатын парасын таңғы сағат 6-ға дейін алу керек. Болмаса кешкі сағат 6-дан кейін алуы, не болмаса беру керек. Сонан соң енді бұл тағы да бір несі, ораза айы болғаннан кейін, ораза айында алынып атқан ақша болғаннан кейін, бұның 10% мешітке беру керек. Әйтпесе күнә болады. Ал ауыз бекітудің қандай пайдасы бар? Шырағым, әсіресе қазіргі заманда бұның пайдасы шаш етектен. Мысалы қараңыз, мына сіз күніне 3 рет тамақтаудың орнына 1 рет тамақтансаңыз, жыртыңызға жамау болмай ма? Ал енді осы жайында, мынау қазір маған облыс әкімдері Райкомбек қажы, сіз осы оразаны ұзартып 2 айға, мынау ауыз бекітудің уақытын көбейтсеңіз екен деген ұсыныстар тастап отыр. Мен бұл ойланатын жай. Егер жаңағы облыстың әкімдері $100,000 біздің мешіттің құрылысына аударып отыратын болса, онда бұны да шешу қиын емес қой деп ойлаймын. Бұны да шешпейміз. Дұрыс, рахмет. Райкомбек қажы, сол мешіттің бітетін түрі бар ма? Құдай қаласа. Рахмет. Райкомбек қажы, сізге үлкен рахмет. Долларға беріп сіз уақытыңызды бөліп бізге келгеніңіз үшін. Сізге біз зор денсаулық, көп теңге, көп доллар тілейміз. Сіз болдыңыз ғой? Болсаңыз мен енді арғалай айтып берейін жаңағы әңгімен. Солда жаңағы мен КГБ-да оқып жүргенді айттым ғой. Сонда жаңағы айтатын біз. Жаңағы қосылып көріңіз. Hello baby, what is it? Сіз күлмесеңіз. Мынау біреуге күлу кісіні керек ету күнә болады. Ал, мінекей, сіз маған қосылыңыз. Hello baby.
Көптеген әкімдер мен уәзірлер бұл күндері үйімшілдікпен ораза ұстап, пара алып, пара беріп бұлғанған күнәларын жууға кірісті. Олардың көбісі жиған терген ақшаларын мешітке апарып, Алладан кешірім сұрауда. 77 күн ақпарат сараптамасы сауықтық бағдарламасы ақшаны мешітке емес, жетім жесірлер мен жарым жандарға берген көбірек пайдалы екендігін ескертеді. Республикамыздың ығайлары мен сығайлары ораза ұстау мәселесіне шын ниеттермен кірісіп кетті. Қазірдің өзінде жұмыс барысында Құдайын ұмытпайтын шенеуніктер мен өзін пайғамбар қатарына жатқызып жібере жаздайтын, бірақ жатқызбайтын, танымге доллар тыққан жеке сейфтей жауып тастайтын лауазымдылардың саны одан сайын көбейе түсетініне күмән жоқ. Арма Армаев, Асқа Асқаев, арнайы 77 күн үшін. Құрметті көрермен мен олардың ораза ұстайтын туыс достары, сіздер мен сіздердің аузын бекітсе, арқасы ашылатын жартылай мұсылман сымақ жекжат жұрағаттарыңызға арналған 77 күн бағдарламасы өз жұмысын аяқтайды. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар, ардақты да ақ көңіл ағайын. Сіздермен студияда бірге болған Дулыға Ақмолда Досмұхамедұлы.